Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен 10 жыл бойы мен тәжірибемнен өткен, жылда жасап жүрген, ешқандай қайнатпай пісірмей жасалатын, оңай жасалатын чертополохтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге бірінші қызанақ, қызыл бұрыш, сарымсақ керек. Сарымсақты суға салып қоям, сонда сырты тез ашылады. Бірінші осылай қызанағымыздың керек емес жерін алып, төртке бөліп аламыз. Айта кететін маңызды жайт, біз қызанақ, қызыл бұрыш, сарымсақ, ащы бұрыш барлығын қолтартқыштан өткізетін боламыз. Мен мұнда қызанақтарымды турап дайындап қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай қолтартқыштан өткізіп жатырмын. Осылай біразын өткізген соң қызанақтарымыздың ащы бұрышты да арасында өткізіп жібердім. Қалған қызанақтарымды осылай өткізіп үлкендеу ыдысқа құйып алдым. Енді қызыл бұрышымды жуып тазалап, осылай етіп қолтартқышқа ыңғайлы етіп ұзынша етіп кесіп алдым. Қолтартқыштан сарымсағымды да ашып, оны да салып алдым. Барлығын енді жаңағы үлкендеу қызанағымыз тұрған ыдысымызға саламыз. Үстінен тұз саламыз. Мен 2,5 қасық салдым. Сіздер өздеріңіз көресіздер. Жетпей жатса, жаңағы тағы қоса жатарсыздар. Негізі 2,5 қасық маған жақсы болды. Және аспирин қосамын. Осы аспирин біздің қызанақтарымызды, чертополохымызды ашытпай, жақсы сақтауға көмектеседі. Сондықтан оны ұсақтап турап алған жөн. Мен ұсақтап турап алдым. Жақсылап араластырамыз. Және 1,5-2 күнге бетін жауып салқын жерге қоямыз. 1,5 күн бойы біз 4 рет күніне жақсылап араластырып қойып, осылай қақпағын жауып қоямыз. Менде мұнда 1,5 күн өтті. Енді осы воронканың арқасында осылай баклажкаларға құйып алдым. Қарап тұрсаңыздар, өте керемет, тәбетті керемет ашады. Достар, мен рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше.